Айша Бибі би студиясына біздер үлкен жетістікке тілейміз. Оның жетекшісі Қарагөзова Гүлнар Төлегенқызы. Қарагөзова Гүлнар Төлегенқызы осы 39 жыл осы би әлемінде еңбек етіп келе жатыр. Сонау Қарагөз ансамблін құруға, Қарагөз ансамблінің аты әлемге танылуға үлкен күш-жігерін жұмсады. Қазірдің өзінде біздің мынау геолог клубымызда, мәдениет сарайымызға қарасты, мәдени ошағымызда жетекшілік етіп, Айша Бибі осы би ансамблін күні бүгінге жетектеп келе жатыр. Төлеген қызына қазіргі еңбегінің толағай табысын көріп, жаныңа тек қана жақсы шәкірттер тәрбиелеп, биіктен көрінуді құрметті Гүлнар Төлегенқызы. Сізді жанға рухани азық нәр беретін ғажайып би өнер мектебіне пара-пар өзіңіз құрған Айша Бибі би ұжымының шығармашылық жолынан 10 жылғымен құттықтаймын. Тардай болып келіп, таудай болып шығатын бүлдіршіндердің балалық шақтарын бақытқа, шаттыққа бөлеп, мейірімнің дәні сеуіп, би өнерінің қыр-сырын үйретіп жүрген өнер жолындағы ұлағатты қызметіңізге ризашылығымды білдіремін. Өнер адамдары халықтың гүлі демекші, әрқашанда биік белестен көріне беріңіз деген ниетпен денсаулық, отбасына береке, бірлік, еңбегіңізге табыс тілеймін. Шығармашылық шеберлікте шыңдала беріңіз. Құрманғазы атындағы мәдениет сарайы. Алдарыңызда Айша Бибі ансамблінің көркемдік жетекшісі Қарагөзова Гүлнар Төлегенқызы. Қошемет соқпайық. Марапатыңыз құтты болсын. Әлі талай биік шыңдарға бағындыра берсек деп айтқымыз келеді. Қошеметпен құттықтап қояйық. Hayır
거예요. Tu m'as promis et je t'ai cru. Tu m'as promis le chevalier que j'ai jamais vu. Tu m'as promis le feu d'Orient venu tout raconter. Tu m'as promis le nom des Mozart par des cassés. Tu m'as promis notre terrain du Saint-Amand. Tu m'as promis. Et je t'ai cru. Tu as voulu.
тағы да жігітке жетулерді аз дегендей сахнаға шыққалы тұрған өнерпазымыз Айша Биби ансамблінің алғашқы шәкірттерінің бірі. Сіздердің қошеметтеріңізбен Желібаевтың Ерке Сылқын күйін орындайтын Мирас Өттеғалиев. Назарларыңызға қошеметпен қарсы алайық. Қошемет соғып қояйық.
қошемет соғып қояйық испан биін. Қошемет соғып қояйық Ақбаян биіне. Құрметті көрермендер, сахнаға Құрманғазы атындағы Мәдениет сарайының көркемдік жетекшісі Исмағамбетова Алуа Жандешқызын ортақ шақырамыз қошеметпен. Қадірменді Қайыршақты елді мекенінің тұрғындары, геолог елді мекенінің тұрғындары, бүгінгі кештің қонақтары, баршаңызды да бүгінгі өнер кешімен құттықтаймын. Бүгін үлкен керемет той болып жатыр. Бұл өнер тойы, би өнерінің тойы. Өзіміз үйдегі сәбилеріміз 10 жасқа келгенде қандай болатын еді? Сондай тойымыз бүгін. Айша Бибі би ансамблінің енді өз-өзін аяққа тұрып өнер табалдырығын аттап атқан 10 жылдығы. Ендеше бүгінгі сахнада өнер көрсеткен өнерпаздарымыздың ата-аналарына осындай ұл мен қызды дүниеге әкелгені үшін мыңда бір алғысымызды білдіреміз. Ұстаз тек қана білімін бере берсе, оны қамқорлайтын, ары қарата тәрбиелейтін оның барлығы ата-ана. Сондықтан дендеріңізге саулық, осындай ұрпақтың қызығына бөленіп жүре беріңіздер деген игі тілегім бар.